Кемеңгеров Қошмұхамбет Қошке Дүйсебайұлы бұрынғы Ақмола облысы Омбы уезі Беке болысы Қаржас ауылында 1896 жылы 15 шілдеде дүниеге келген. Алаш қайраткері, ғалым, драматург, жазушы, журналист. Алғаш Белгібай молдадан дәріс алып, мұсылманша сауат ашқан. Одан кейін Омбыда шіркеу мектебінде ветеринарлық фельдшерлік мектепте оқиды. 1913 жылы Омбы ауыл шаруашылығы училищесіне оқуға түседі. Осында жүріп 1914-1918 жылдары қазақ жастарының тұңғыш қоғамдық саяси ұйымы бірлікке мүше болып кіреді. Ал 1916-1918 жылдары Балапан қолжазба журналының редакторы болады. 1917 жылы сәуірде Омбыдағы Ақмола облыстық қазақ атқару комитетінің тапсырмасымен Дінмұхамед Әділов екеуі Ақмолаға келеді. Мұнда Сәкен Сейфуллинмен бірлесіп қазақ комитетін, жас қазақ ұйымын құруға атсалысады. Осы жылы тамызда Ақмола облыстық халық санағын жүргізуге қатысады. 1917 жылы осы облыста Алашорда комитетін ашуға қатысады. Ол 1918 жылы Бірлік ұйымы идеялық көзқарас тұрғысынан екіге жарылып, жас азамат ұйымы құрылғанда, оның мүшесі және ұйымға аттас жас азамат газетінің редактор болып сайланады. 1920 жылы Петропавлда мұғалімдер курсында сабақ береді. Осы жылы желтоқсанда Сібір ауыл шаруашылығы және өндіріс институты ветеринария факультетінің медицина бөліміне оқуға түседі. Облыстық бостандық туы газетінде тілші болады. 1924 жылы медицина бөлімінің курсын бітірген Орта Азия мемлекеттік университетінің медицина факультетіне ауысады. Ташкентте Қошке Кемеңгеров Ақжол газетінде Сана журналында қызмет істейді. Сонымен бірге Орта Азия университетінде Түркістан әскери училищесінде қазақ тіліне сабақ берген. 1930 жылы Орта Азия мемлекеттік университетінің аспиранты болып жүрген жерінен Мұхтар Әуезовпен бірге қуғын сүргіннің ұлт қайраткерлеріне бағытталған алғашқы толқында тұтқындалады. 2 жыл Алматы абақтысында отырады. 1932 жылы НКВД-ның арнайы саяси тұтқындарды ұстайтын жері Украинаның Валуйкиіне жер аударылады. Бұдан Қошке Кемеңгеров 1935 жылы босап, Омбының Шарбақкөл ауданының ауруханасында дәрігер болып қызмет істейді. 1937 жылы 7 тамызда қайта ұсталып, 21 қарашада Омбы қаласында атылды. Қошмұхамбет Кемеңгеровтің есімі 1957 жылы толық ақталды.